Әр ұлттың өз тамыры, өз мұрасы бар. Ал қазақтың тамыры ұлттың рухани қазынасында жатыр. Осы бір қасиетті музейдің іші менің шабыт мекенім. Мұнда әр зат үнсіз сөйлейді, әр бұйым тарихты сырғып айтады. Мен осы үнсіздіктен ұлт үні мен ұрпақ үмітін тыңдаймын. Мен Елеева Роза Жағалқызы, қосымша білім беру педагогымын. Бұл музей менің жұмысымның, жанымның жалғасындай. Мен Атамұра үйірмесінің жетекшісімін. Біздің үйірменің мақсаты ұлттың асыл қазынасын, салт дәстүрін жас ұрпақтың жүрегіне жеткізу. Біз ұлттық ойынмен тәрбиелейміз, салт дәстүрмен сөйлейміз, өйткені бала ертеңгі ел иесі. Ал ұлттың негізі оның тілі мен ділі, салты мен діні. Міне, бұл менің өз қолыммен жасаған сиқырлы дерменім. Балалар өлең оқи отырып, осы дерменді айналдырады. Дермен тоқтаған сайын ұлттық құндылыққа байланысты тапсырма шығады. Ойын арқылы ой салады, күлкі арқылы көрегендікке баулиды. Бұл баланың жан дүниесіне ұлттық рухты сіңірудің бір жолы. Менің әдістемелік құралым, салтым асыл қазынам. Бұл жинақта мен ұлттық құндылықтарды заманауи әдіс тәсілдермен біріктіріп бердім. Әр сабағым баланың жүрегіне жол табатын рухани көпір іспеттес. Жетістіктер марапатпен емес, бала жүрегіндегі ұлтқа деген сүйіспеншілікпен өлшенеді. Ұстаз болу бала жанына үңілу. Ал мен балаға ұлттың сырын, елдің жырын жеткізуді мақсат тұттым. Олар ертеңгі болашақ. Ал мен сол болашаққа жол нұсқаушы ұстазбын. Бұл жол менің тағдырым. Бұл жол менің ұлтқа деген махаббатым. Ұрпаққа аманат ұлттың рухы. Сол аманатты жеткізу мен үшін жай ғана жұмыс емес, бұл өмірлік миссия. Әр бала бір шоқ үміт. Сол үмітке салттың шырағын жағу менің ұстаз ретіндегі парызым. Біз бүгін ұлттық құндылықты үйретсек, ертең ол ұлтқа қызмет етеді. Салтпен сусындаған бала тамырынан ажырамайды. Ал тамырын ұмытпаған ұрпақ ешқашан адаспайды. Гүлім бастады. Бірінші ойыны, міне, әпкелерің айтқандай, тек қана ойын емес. Осы асық ойыны арқылы ұлттық біраз құндылықтармен танысамыз. Асық ойыны бұл неден жасалады? Қойдың сүйегінен жасалады. Қазақта мынандай бір жақсы сөздер бар, міне, асыққа байланысты. Асығың алшысынан түссін дейді, балалар, асығың алшысынан түссін деген өте жақсы сөз. Бұл қоржынмен сіздер таныса алмай қалатын едіңіздер, міне, біз асық ойыны туралы, жаңа Гүлнар әпкеміз айтқандай, асық туралы біз бір-бірімізді ұлттық құндылықтармен тәрбиелеп отырмыз, ұлттық құндылықтармен танысып отырмыз балалар. Енді балалар, асық туралы айттым ғой, қазақтың ұлттық ойындары 100-ден асады дедік.